Баршаңызға сәлем, менің пайдалы арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода жыл бойына кез келген уақытта қолдануға болатын екі тыңайтқышты айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын каналымды қолдап тіркеліп кетсеңіз керемет болар еді. Бұл тыңайтқышымыз жапырақтардың жай-күйін біртіндеп жақсартатын болады. Гүлдеріміздің жақсы гүлдеуіне, сонымен бірге тамыр жүйесін жақсы нығайтып отырады. Ендеше бірінші тыңайтқышымызды бастайтын боламыз. Мінекей күнделікті пайдаланып жүрген кофе ұнтағы. Бір ас қасық кофені қайнаған су құйып демдеп алатын боламыз. Осы кофенің ұнтағы біздің гүлдеріміздің жақсы өсуіне, гүлдеуіне және де топырағы жақсы нығаюына өзінің көмегін тигізеді. Гүлдеріміздің топырағын бактерияларды өлтірмейтін болады. Осы күнделікті ішіп отырған кофенің қалдығына су қосып, араластырып, гүлдеріңіздің топырағына құйып отырсаңыздар болады. Осы кофеден жасалынатын тыңайтқышты басқа гүлдерге қолдануға болады. Тек геран гүлге қолданбаңыз. Бұл тыңайтқышымызды тезден пайдалануға болмайды. Айына бір рет гүлдеріңізге құйып тұрсаңыздар, соның өзі жеткілікті. Ендеше жасап алған кофемізді тұндырылған үй жағдайындағы суымызға құйып араластырамыз. Сонда бір үлкен қасығымыз 1 литр суға араластырылады. Ендеше осы тыңайтқышымыздың үстіне аспаргам таблеткасын салатын боламын. Осы аспаргам таблеткасы аптекада сатылады. Осы аспаргамның бір пачкасын алсаңыздар, көпке жететін болады. Аспаргамның құрамында калий мен магний болғандықтан гүлдеріміздің жақсы өсуіне, сонымен бірге өспей тұрған қырсық гүлдерімізді өсіретін болады. Осы аспаргам таблеткасының құры өзінде тыңайтқыш жасап қолдансаңыздар болады. Өйткені осы аспаргамда гүлдерімізді жақсы өсіретін магний және басқа да дәрумендерге бай. Ендеше мына жасап алған тыңайтқышымызды жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей біздің жасаған тыңайтқышымыз біздің гүлдерімізге өте дәруменді сусын болатын болды. Енді осы жасаған тыңайтқышымызды гүлдеріміздің топырағына тікелей құюға да болады. Осы кофе тыңайтқышын әсіресе доллар гүлі жақсы көреді. Осы гүлдерімізге уақытылы тыңайтқышын беріп отырсаңыздар, осындай әдемі болып өсетін болады. Ендеше осы үй гүлдеріне арналған екінші тыңайтқышымызды көрсететін боламын. Осы күнделікті үйімізде пайдаланып отырған сүт өнімі. Осы сүтімізден бір ас қасығын суымызға құятын боламыз. Мендегі су алдын ала тұндырылған су, жарты литр су. Енді осы суымыздың үстіне үйдегі ас содасынан шай қасықпен бір қасығын араластыратын боламын. Осы ас содасының пайдасы гүлдерімізді бактериялардан қорғайтын болады. Ал сүтіміздің құрамында А, В, С көптеген дәрумендердің бәрі бар десем де болады. Енді осы тыңайтқышымыз су, сүт және ас содасының қоспасы десек те болады. Осы араласқан тыңайтқышымызбен гүлдеріміздің жапырақтарын сүртіп шығатын боламыз. Осы гүлдеріміздің жапырақтары көбіне шіркейлер, жеп беті шырыш болып жатады ғой.
Осы тыңайтқышымызбен гүлдеріміздің жапырақтарын сүртсек, біздің гүлдеріміздің жапырақтарына зиянкестер жоламайтын болады. Осы тыңайтқышымызбен әйел бақыт гүлінің жапырақтарын сүртсек те болады. Осы жасаған тыңайтқышымызды тікелей топырағына құюға да болады. Осы гүлдеріміздің жапырақтарын сүртіп тазалап тұрсақ, гүлдеріміз әрі қарай өсу қабілеттілігі артатын болады. Осы видео барлықтарыңызға пайдалы болған болса, менің каналыма тіркеліп кетсеңіздер керемет болар еді. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнап жатса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі жолы үй жағдайында керемет тыңайтқыштармен бөлісетін боламын.